Тараздағы жаңадан бой көтерген алқаптар мен шағын аудандардағы көшелерге жаңа атаулар берілді. Қала аумағына саяжайлардың енгізілуіне байланысты қайталанатын мағынасы ескірген көшелердің де аттары өзгереді. Енді Қасым Қайсенов, Хиуаз Доспанова және Алпамыс Батыр тәрізді тарихи тұлғалардың есімімен аталады. Осы уақытқа дейін Арай, Қайнар алқаптары мен Шаңырақ шағын ауданының тұрғындары үшін атаусыз көшелер үлкен қиындық туғызатын еді. Әсіресе құжат рәсімдегенде мекен жайды көрсетуде қиналатынбыз дейді тұрғындар. Бұрынғы атаулар болмаған, бұл жаңа новостройка. Сондықтан көше атауларын берген өте дұрыс болып тұр. Бізге жедел жәрдем шақыру барысында қиындық тудырады, тіркелу барысында қиындық тудырады. Сол себепті осы көше бергеніне өте қуаныштымыз. Жаңа алқаптардағы көше атаулары олардың келісімі арқылы Мәдениет министрлігі бекіткен тізімнен таңдап алынған. Мәселен, Арайдағы 3 көше Роза Бағланова, Шара Жиенқұлова және Рақымжан Қошқарбаев деп аталатын болады. Ал Қайнар алқабының тұрғындары енді Қожа Ахмет Яссауи, Сауран, Арлан және Байқоңыс деген көшелерде тұрады. Осы жылы арнайы комиссия шешімі бойынша қаладағы бірнеше округтердегі идеологиялық жағынан мағынасы ескірген 91 көшеге де жаңа атау берілмек. Атап айтқанда, 2-ші округтегі Рыночная көшесі Кемеңгер, ал 4-ші округтегі Краснознаменская Наурызбай Батыр болып өзгереді. Осы 91 көшенің ішінде 12-сі идеологиялық тұрғыдан ескірген деп отырмыз. Идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелерде өздеріңіз білесіздер, Краснознаменский деген көше идеологиялық тұрғыдан ескірген деп есептеледі. Біз бұл көше атауларын ары қарай республикалық ономастикалық комиссияға жолдаймыз. Дегенмен жаңа атау қажет аудандар әлі де жеткілікті. Биыл қала аумағына қосылған 28 саяжай атауы әлі ресми бекітілмеген. Тілдерді дамыту бөлімінің түсіндіруінше атаулары дайын, бірақ құжат жүзінде өзгертіліп үлгермеген. Сондай-ақ тұрғын үй шаруашылық бөлімі 14-15 аудандарға тезірек жаңа атау беру керектігін де айтты. Үй алып үлгерген тұрғындар кейін құжатты 2 қайтараға түспес үшін аудан атауын нақты бекіту қажет дейді мамандар. Ақсәуле Абытай, Шыңғысхан Кеңесхан, Жеті Ньюс.